Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен расымен қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Бұл жақта сіз телефонды қолдана отырып, салымды ретінде ақша таба аласыздар. Жалпақ тілде айтқан кезде, яғни бізде банкоматтар бар. Әр банкоматта өзінің депозит жасайтын жолы бар. Яғни сіздер депозит ретінде плюс ақша таба аласыздар. Бірақ та ол жақта годовой болып есептеледі, яғни жылдық болып, және де ол жақта процент ставкалары төмен. Ал мына проектілерде ставкалар проценттері жоғары біріншіден, екіншіден, және бұл жақта күнмен есептейді. Яғни 15 күнге, 20 күнге, яғни бұл жақта тариф болып есептелінеді. Бірақ бұл хайп проект өзі аты айтып тұр, тек қана 7 күн ғана, или 1 апта, 2 ай, или 1 ай, или 2-ақ күн ғана істеуі мүмкін. Бұл жақта ең басты бізде мақсат бірінші болып кіру. Егер де бірінші болып кірсек, бұл жақта біз плюсқа шығамыз. Ал егер де соңында кірсек, логично біз өзіміздің ақшамыздан айырылып қалу мүмкінбіз. Бұны сіздерге таныстыру ретінде көрсетіп жатырмын бұл проектті. Ал бұл жаққа ақша салу, салмау әрине өз еркіндігіңізде. Ең бірінші достар, бұл жақта бізге регистрация өту керек. Сілтемесін описание қалдырып кетемін. Юзернеймді жазасыз, код страна Қазақстан таңдайсыздар, парольді қайталайсыздар, капчаны енгізесіздер и мына төмен жақта тұрған стрелканы басасыздар, яғни оң жаққа. Мен бұл жаққа уже регистрация өтіп қойдым, сондықтан бірден қазір жеке кабинетіме кіретін боламын. Кірген кезде достар, сіздер каждый раз бұл жақта капчаны енгізіп отыру керексіздер. Мысалы, қазір мен капчаны жазамын, яғни тіпті өзіңіз кодын сохранить етіп қойсаңыз болады. Кіргеннен кейін бұл жақта бізге бірінші тарифті таңдау керек. Бізде бұл жақта екі тариф көрсетілген. Қазір на батырманы басамыз. Бірінші тариф бізде 200 USDT-ден басталады. Яғни минимальный пополнение 200 USDT. Яғни, бұл жақта рисковый. Егер сіздер $200 құйсаңыздар, 2-20% доход күнделікті сізге профит ретінде түсіп отыратын болады. Мысалы, $200 құясыздар, ол 15 күн мына жақта көрсетілген, бұл тариф 15 күн, яғни 15 күн сіздікі заморозкада тұрады. Бірақ күнделікті 15 күн сайын сіздер профит алып отыратын боласыздар. 15 күн өтті, бітті, сіз $200-ды обратно шешіп алатын боласыздар. Яғни заморозкадан шығатын болады, и вывод арқылы шешіп аласыздар. И сіздер бұл жақта доходты профит ретінде түскен, яғни процентін доходын алатын боласыздар. Екінші тарифный план бізде $500 тұрады. Яғни сіз егер $500-дан жоғары қойсаңыздар, сіздің бұл жақта разница 30 күнге беріледі, и плюс бұл жақта процент ставкасы $2.30%. Енді сіз бұл жақта біреусін таңдап аласыздар, мысалы, қайсы именно керек екенін. Одан кейін мына жақта дом деген батырманы басасыздар. Басқаннан кейін мына жақта Recharge деген батырманы басамыз, USDT 320 кошелекті таңдаймыз. Одан кейін мына жақта осы адрес кошелекті скопировать етіп аламыз. Скопировать етіп алғаннан қайтадан артқа өтеміз, яғни бана ақшаны құямыз, трансфер дегенді басамыз. Одан кейін мына жақта сіз құйылған пополнение счеттан депозит счетқа жіберетін болсыздар, яғни трансфер арқылы. Жібергеннен кейін go buy деген басамыз. Мына жаққа 200 USDT деп жазамыз. Бана трансфер арқылы жасаған сумманы осы жаққа депозитқа құятын боламыз. Құйғаннан кейін сіздер бұл жақта профитіңіз уже активный болады, и профитіңіз күнделікті автоматически счетыңызға түсіп отырады, потом оны шешіп отыра аласыздар. Мұны дәлел қазір сіздерге мен $200 мен еще құйған болатынмын, күнделікті профитім $2.20. Мысал ретінде мына жақта калькулятор бар, есептей аласыздар. Мысалы, мен қазір 220 немесе қазір 200 деп жазып көрейін, сол кезде бізге маған күнделікті қанша доход түсетін қазір айтылады. Мысалы, $4.40 деп тұр. Яғни 2-ге бөлінеді негізі, потому что мен 2 тарифный план болып есептеліп кетеді. Енді бұл жақта қалай ақшаны шешу керек деген сұраққа келсек, мен қазір счетымда $2 жатыр, соны қазір сіздерге шешіп көрсететін боламын. Ол үшін дом деген батырманы басамын, одан кейін withdraw деген батырманы басамын. Бұл жаққа өзіміздің email почтамызды енгіземіз. Енгізгеннен кейін мына жақта код келеді, осындай код, яғни Binance'тың шаблоны ұқсайды екен, скопировать ете аламыз, одан кейін мына жаққа жолға қоямыз и submit деген батырманы басамыз. Все, біз сохранить еттік. Енді қайтадан withdraw деген батырманы басамын. Так, біз USDT тірес, бұл жақта бізді қайтадан
мына кошелекке лақтырды, яғни біз қазір сәтте пин код 6 саннан тұратынын ойлап тауып сохранить ету керекпіз. Сохранить еттім, қайтадан USD-20-ны басамын. Одан кейін бізге бұл жаққа адрес кошелегімізді сохранить ету керекпіз. Ол үшін өзіміздің биржа кошелегімізге кіреміз. Одан USDT таңдаймыз, Trace20 адрес кошелекті таңдаймыз, яғни Tron Trace. Өзіміздің адрес кошелегімізді копировать етіп аламыз, қайтадан өтеміз. Және карта сияқты тұрған батырманы басамыз. Одан кейін мына жақта Create New Address деген батырманы басамын. Өзіміздің копировать етілген кошелек адресімізді енгіземіз. Яғни скопировать, вставить дейміз, и самбит деп сохранить етеміз. Сохранить еткен қайтадан карта тұрған батырманы басып, осы өзіміздің адрес кошелегімізді таңдаймыз. Amountқа қанша сумма шешетімізді енгіземіз. Мысалы сәтте мен қазір $2 деп жазам, и самбит деп басып, мына жақта қазір мен кодты енгіземін. Паузаға қоя тұрайын. Міне енгіздім, сохранить еттім. Все, біз ақшаны сәтті шығардық. Енді қазір қанша уақытта келіп түсетінін тексеретін боламыз. Бұл жақта достар плюс партнерская программа бар. Қазір одан бөлек мына ақша түскен сіздерге көрсетіп жатырмын. Яғни шығарған история бұл. Партнерская программа бұл жақта 10% сізге доход түсетін болады шақырған адамдардан. Яғни олар сіз шақырасыздар, өзіңіз жеке сілтемеңіз арқылы олар регистрация өтеді, одан кейін пополнение жасаса, соның 10% сіздің счетыңызға түседі, оны потом сіз шығара аласыздар. Енді қазір күтейік, ақша түсе ме, түспей ме. Бұл жақта жалпы барлығын сізге түсіндіріп көрсеттім. Басқа ештеңе түсіндіретінім жоқ. Бәрі мына мысалы реферальный программа, мынау біздің бана 2 тарифный план. Енді күтейік. Міне достар, шығарған ақшамыз сәтті келіп түсті. 2 USDT счетымызға түсті, ешқандай задержка жоқ, бәрі сәтті түсті. Енді келесі бейнероликтерді уже мен шортс видеоролик ретінде шығарып отыратын боламын түскен жағдайда.